Қарама қайшылықтарға толы мемлекет. Әйелдер жүзін шәлімен жауып жүруге тиіс. Сонымен бірге кейбір артықшылығы бар жандар қатал заңдарды сақтай отырып, жақын қарым қатынаста болу үшін бірнеше сағатқа некелесе алатын. Қайшылығы мол әрі өте сұлу ел. Сензурасыз әлемі арнасының осы жаңа бейнеролигінде біз Иранға саяхат жасаймыз. Бұл бүгінде әйелдерге барлығы дерлік тыйым салынған. Бірақ жақын арада ғана олар мини юбка киіп, дискотекаларда билеп, қалаған мамандығында оқыған мемлекет. Сіз біраздан кейін білетін оқиғалар тізбегінен соң, бұл бостандық бір күнде жоқ болды. Біз әлемдегі ең сұлу деп саналатын әйелдер тұратын, бірақ көпшілік алдында билеу қылмыс болып табылатын. Ал сүйісу үшін дүре соғылатын немесе өмірмен қоштасатын ұлттың терең дуализмімен танысамыз. Мұнда барлығын мораль полициясы деп аталатын қорқынышты орган қадағалайды. Олар киім үлгісін ғана емес, кездесулерді, интернетке кіруді, тіпті көшедегі күлкіні де бақылайды. Бұл шеттен шыққан ел, планетадағы ең ыстық шөлдің отаны. Онда жер температурасы 70 градус Цельсийден асады. Осыдан 2000 жыл бұрын олар құмдардың астында мұз сақтайтын керемет табиғи кондиционерлер ойлап тапқан. Бұл ертегідегі суреттерге ұқсайтын түрлі, түсті таулардың, тұзды үңгірлердің және әлемдегі ең әдемі мешіттердің мекені. Мұнда мыңдаған жылдар бойы балшық пен қидан салынған ауылдар әлі де сақталған. Оның жағалауында Ормұз бұғазы орналасқан. Бұл жер шарындағы мұнайдың 20%-дан астамы өтетін геостратегиялық нүкте. Егер ол бұғатталса, бүкіл әлем теңселіп кетер еді. 1001 түннің шынайы елімен танысуға дайындалыңыз. Туристік буклеттерден көрмейтін оқиғаларға, қарама қайшылықтар мен шындықтарға толы сиқырлы әрі күрделі мекен. Біз бастаймыз. Таяу шығыстың қақ ортасында, ежелгі таулар мен шексіз аптап шөлдердің арасында жасырынған Иран аңыз сияқты шынайы, ертегідей сиқырлы өлке. Бұл ел парсы ертегілерінің беттерінен шыққандай, өткені аңыздар мен мыңжылдық қирандылардан тұрса, бүгіні қазіргі әлемнен өз орнын табу үшін күресуде. Иран 7 мемлекетпен шектеседі. Батысында Ирак пен Түркия, солтүстігінде Армения, Әзірбайжан және Түркменстан, шығысында Ауғанстан мен Пәкістан. Оңтүстігінде оның жағалауын Парсы шығанағы мен Оман теңізінің сулары шаяды. Бұл орналасу оны ғасырлар бойы Азия, Еуропа және Араб әлемінің тоғысқан жеріндегі негізгі геостратегиялық нүктеге айналдырды. Үлкен аумағына қарамастан, Иран тығыз қоныстанбаған. Халық саны 80-нен асса да, оның көлемімен салыстырғанда тығыздығы төмен. Иранның ауданы Испаниядан 3 есе үлкен, немесе Венесуэла мен Колумбия сияқты елдерден 2 есе үлкен. Алайда, аумақтың көп бөлігі шөлдер мен адам тұрмайтын таулы аймақтардан тұрады. Мұның басты себебі оның экстремалды географиясы. Осы елде планетадағы ең қатал жерлердің бірі Деште, Лут шөлі орналасқан. 2005 жылы НАСА мұнда жер бетіндегі ең жоғары температураны тіркеді. 70-тан жоғары 158-ге. Мұндай жағдайда кез келген тіршілік иесі бірнеше минуттан артық өмір сүре алмайды. Бірақ Иран тек шөл емес. Бұл елде жасыл таулар, құнарлы алқаптар мен тыныш жағалаулар да бар. Бұл от пен мұз бірнеше шақырым жерде қатар өмір сүре алатын қарама қайшылықтар елі. Мыңдаған жылдар бойы мұнда саманнан балшық, су, сабан және малдың қиы қоспасы салынған ауылдар бар. Бұл құрылыстар жазда салқын, қыста жылы болады. Оның жарқын мысалы Ез қаласы. Онда мыңдаған адам әлі де дәстүрлі құрылымдарда тұрады. Иран ежелгі заманда парсы елі ретінде танымал. Адамзат тарихындағы ең ықпалды өркениеттердің бірі Парсы империясының бесігі болды. Кер мен Дарий сияқты көшбасшылардың тұсында империя Үнді өзенінен Егей теңізіне дейін созылды. Олар медицина, астрономия, философия мен инженерияда пионер болды. Бір қызығы, парсылар Яхшал деп аталатын құрылымдар арқылы табиғи салқындатуды алғашқылардың бірі болып қолданды. Бұл жаздың аптабында мұзды сақтайтын жер асты қоймалары. 7 ғасырда исламның келуі елдің болмысын түбегейлі өзгертті. Бүгінде ирандықтардың көпшілігі шииттік исламды ұстанса да, сунниттер, христиандар, еврейлер және зороастрийлер сияқты азшылықтар да бар. Зороастризм әлемдегі ең көне монотеистік діндердің бірі. Ол ғасырлар бойы парсының негізгі діні болды. Иранда шииттік ислам ресми дін болып бекітілген. Бұл бағытта діни лидерлер аятоллалар өте үлкен рөл атқарады, және олар саяси билікті де ұстайды.
Сондықтан Иранда дін тек мешіттерде ғана емес, үкіметпен астасып, әлеуметтік нормаларды бақылайды. Бұл әсіресе әйелдерге қатысты ережелердің неліктен соншалықты қатал екенін түсіндіреді. Бірақ әрқашан олай болған жоқ. Осыдан бірнеше 10 жылдық бұрын Тегеран көшелерінде шашы жаюлы, мини юбка киген, университетте оқитын еркін әйелдерді көру қалыпты жағдай еді. 1979 жылға дейін Иран монархия болды. Шах Мұхаммед Реза Пехлевидің тұсында ел жедел жаңғыртылды. Түнгі өмір қызып тұрды. Барлар, концерттер мен Голливуд фильмдері болды. Алайда, 1979 жылы ислам революциясы орын алып, шах биліктен тайдырылды. Рухолла Хомейни билікке келіп, Иран теократияға айналды. Содан бері шәлі хиджаб міндетті болды. Әйелдер көптеген құқықтарынан айырылды. Экономикалық тұрғыдан Иранның маңызы өте зор. Ормұз бұғазы арқылы әлемдік мұнайдың 20% өтеді. Егер бұл жол жабылса, мұнай бағасы күрт өсіп, бүкіл әлемде инфляция белең алар еді. Бұл бұғаз тек стратегиялық емес, сонымен қатар табиғи сұлулыққа да бай. Ормұз аралы өзінің қызыл құмды жағажайларымен және түрлі түсті тауларымен танымал. Ирандағы ең керемет сәулет ескерткіштерінің бірі Шираздағы Насир әл-Мүлк мешіті қызғылт мешіт. Таң атқанда оның түрлі түсті витраждары мешіт ішін сиқырлы түстерге бөлейді. Сондай ақ Кешім аралында әлемдегі ең ұзын тұзды үңгірлердің бірі Намдан орналасқан. Ирандағы ең қайшылықты дүниенің бірі уақытша некесиге немесе никах, мута. Бұл бірнеше сағаттан бірнеше күнге дейін созылатын заңды неке. Ол некесіз қарым, қатынасқа тыйым салатын қатал заңдарды айналып өту үшін қолданылады. Қазіргі уақытта Иран халқы дәстүр мен заманауилықтың арасында арпалысуда. Жастар жасырын кештер ұйымдастырып, технологияны қолданып, еркіндікке ұмтылуда.